айналаға жер салайықшы. Біздің балабақшамыздың айналасы несімен көрікті? Кім айтады? Гүлімен көрікті. Дұрыс айтасың. Ағашымен көрікті. Дұрыс айтасың. Гүл жерден көрікті. Балалар, қазір мен сендермен бір қызықты ойын ойнағым келіп тұр. Ойынның аты табиғат аясында деп аталады. Табиғат аясында қыздар қосылып ән салып жүр. Айналада неше түрлі гүлдер өсіп тұр. Сол гүлдерді айнала көбелектер ешіп жүр екен. Бұл көбелектердің түрлері өте ұқсайды екен. Балалар сияқты олар да бір-бірін қуаласып ойнап жүреді екен. Табиғат қандай тамаша, көз тоймайды қараса. Көзді жұмып отырып, біз не көрдік? Кім айтады? Көбелек көрдім мен. Оның түстері қандай екен? Қызыл, жасыл. Дұрыс. Ал тағы да кім не көрді? Айта ғой. Мен гүлдер көрдім. Гүлдер, иә. Ал тағы да Мен құстарды көрдім. Ал балалар, келесі ойынымыздың аты көңілді көбелектер деп аталады. Бұл ойынға біздің сақиналы көбелектеріміз көмектеседі. Қолымызға сақиналы көбелектерді киіп алдық. Енді ойынның шарты бойынша қазір біз музыка әуенімен көбелектердің ұшқанын көрсететін боламыз. Жарайсыңдар балалар. Көбелектердің бейнесін керемет көрсеттік. Гүлдер өсу үшін бізге не қажет? Су. Дұрыс. Жарайсыңдар. Ал жаңбыр бізге қажет пе? Қажет. Не қажет? Гүлдер өсіру. Өсіреді, дұрыс айтасың. Тағы да айналадағы барлық өсімдіктерді өсіреді екен. Пайдасы бар екен, е? Олай болса қазір біз жаңбыр әңгімесін сөйлесеміз. Алдымен дауысымызды шаттықтырып алайық. Жаңбыр, жаңбыр, жаусын, жаңбыр, жаңбыр. Гүлдер өсіп көп. Бұл сатырды алайық, әсем әнге салайық. Кәне керек ойындар балалар, кәне біреуден бұл сатырды аламыз. Өлкеміздің табиғаты тамаша, гүлдеріне көз тоймайды қараса.